Құрметті ауыл тұрғындары және әйел азаматшалар, сіздерді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіздерге отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, табыс тілеймін. Аман болыңыздар. Мереке құтты болсын. Сіздеріңізді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мереке барысында барлықтарыңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, әрқашан күлімдеп жүрулеріңізге тілектеспін. Бүгінгі наурыз көктем мерекесіндей, наурыз мерекесіндей барлықтарымыздың аналарымызды құрмет тұтып, әрдайым осындай жақсы мерекелерде жақсылықпен бас қосып, күліп, ойнап, барлықтарыңа қайырлы түн тілеймін. Әрдайым дендеріңізге саулық тілеймін. Аман болыңыздар. Тағы да бізді осы өмірге алып, бізге үлкен өмір сыйлаған аналарымыздың мерекесі құтты болсын. Я поздравляю вас с этим великим праздником. Праздником красивых, умных, добрых, справедливых, честных женщин. Желаю вам счастья, добра, милосердия, чистого неба над головой. И пусть дети вас любят. И эта любовь пусть идет от века к веку. Пусть все ваши труды, все ваши пожелания, они найдут отклик в сердцах многих воспитанников. Сұлу қыз-келіншектер, сіздерді бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Сіздердің отбасыларыңызға бақыт тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Ардақты аналар, ақ жаулықты әжелер, құрметті қыз-келіншектер, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасыларыңызға береке, бірлік, амандық, дендеріңізге саулық, әрқашан езулеріңізден күлкі кетпей, жадырап, жайнап жүре беріңіздер. Абай орта мектебінің мұғалімдері және арулары, сіздерді халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға байлық тілеймін.